Сәлем достар! Бүгін біз көпшілігіміздің жанын ауыртатын, бірақ айтуға ұялатын тақырып туралы сөйлесеміз. Бұл семіздік, артық салмақ және неге арықтау кей адамдарға өте қиын. Егер түрлі диеталарды жасап көріп, бірақ нәтиже көрмей жүрген болсаңыз, бұл видео дәл сізге арналған. Нақты түсінікті ғылыми ақпарат, ешқандай миф жоқ. Бастайық ендеше. Ең бірінші айтайын дегенім, семіздік ол тек сыртқы форма емес, бұл созылмалы ауру. Ауру. Артық салмақ бұл ұйқыны бұзады, артық салмақ гормондарды шатастырады, артық салмақ бауырды майландырады, қантты көтереді, инфаркт, инсульт қаупін арттырады. Бірақ ең қиыны семіздік адамның энергиясын жоқ қылады. Өзіңізді шаршаңқы, ашушаң, мотивациясыз сезінуіңіз мүмкін. Яғни бұның барлығы осы артық салмаққа тікелей байланысты. Бұл сіздің ешқандай кінәңіз емес, бұл табиғат, яғни бұл биология. Мына сұрақты көп адам өзіне қойып жатады. Мен аз жеймін ғой, бірақ неге арықтамайын дейді. Бұл жерде бірнеше себеп бар. Бірінші себеп бұл инсулин резистенттілігі. Денеңіз инсулинге жақсартылған режимде жұмыс істемей қалғанда майды жібермейді, яғни денеңіз сақтап отырады. Сондай жағдайда адам семіруге бейім болып келеді. Екінші жағдай бұл ұйқы. Яғни 6 сағаттан аз ұйықтасаңыз, арықтау 2 есе баяулайды. Организм стрессте болады. Үшіншісі бұл стресс. Кортизол организмге жоғарылайды, және де кортизол организмге жоғарылайтын болса, дене майды ұстап қалатын болады. Яғни қорғаныш есебінде, ағза өзін-өзі қорғау мақсатында. Төртінші ол себеп ол гормондар. Бізде қалқанша безінің жұмысы төмендесе, немесе әйелдерде поликистоз болса, яғни гормондарды өзгеріс болатын болса, салмақ тез жиналады. Бесінші себеп бұл тамақты тым азайту. Көп әйелдер, егер мен ашқатын болсам, диета ұстайтын болсам, деп семіруге бейім болмайым деп ойлайды. Бірақ та бұл үлкен қателік. Метаболизм бұл кезде бірден баяулайтын болады, дене аштық режиміне көшеді. Арықтаудың негізгі 4 заңы бар. Егер осы 4-еуін орындасаңыз, арықтау міндетті түрде жүреді. Бірінші заң инсулинді төмен ұстау. Қантты азайту, тәттіні азайту, ұн өнімдерін шектеу артық салмаққа ең күшті соққы болады. Екінші заң бұл белок. Белокты біз арықтаудың королі деп атаймыз. Неге? Өйткені белок бұл ұзақ уақытта адамды тойдырады. Белок бұл бұлшықетті сақтайды. Белок бұл метаболизмді жылдамдатады. Үшінші заң бұл қимыл. Қимыл қозғалыс майды жояды, яғни қатты спорттың керегі жоқ. Тек 30-40 минуттық жай жүру май жағудың ең жақсы тәсілі. Төртінші заң бұл ұйқы. Ұйқы дұрыс болмаса, арықтау жүрмейді. Қанша тырыссаңыз да. Арықтаудың қиын емес, қарапайым тәсілдерін айта кетейін. Бірінші бұл пластинка әдісі. Яғни сіздің табағыңыз болады, өзіңіздің күнделік тамақ ішетін, сол табағыңыздың жартысын көкөніске толтырасыз, 4-тен 1-ін белокқа, 4-тен 1-ін күрделі көмірсуға арнайтын боласыз. Екінші әдіс бұл 3 рет тамақтану. Яғни аралық жоқ. Яғни тәтті кофе, печенье, чипсы, бұның барлығы бізде басты себептер семірудің, сол себепті бұларды шектейтін боламыз. Үшіншісі 12-де-12 немесе 14-де-10 режимі. Бұл аш жүру емес, бұл инсулинді түсіру. Яғни 12 сағат тамақтанасыз, 12 сағат аш жүресіз деген секілді. Көп адам арықтайды, бірақ кейін қайта толады. Неге? Өйткені диета тым қатты болады. Адамда ұйқы реттелмеген болады, стресстік жағдайлар өте көп болуы мүмкін. Және жиі емес челлендж болады. Шамалы уақыт ұстайды, қайтадан бұрынғы қалпына түсетін болады. Бұл кезде адам арықтамайды, яғни қайтадан семіруге бейім болады. Арықтау бұл қысқа уақыттың жұмысы емес. Бұл әдет болу керек. Мотивация 3 күнге ғана жетеді. Сізге жиі керек болады. Мысалы, сізге қарапайым 4 әдетті айта кетейін. Таңертеңгі белок, қантсыз сусындар, күніне 30 минут жүру және 7-8 сағаттық ұйқы. Осымен ақ бір айда денеңіз жеңілдей бастайтын болады. Енді мен сіздерге қорытындылай кететін болсам, қысқасы арықтау мүмкін емес нәрсе емес. Ең бастысы денеңізге қарсы шықпау, онымен бірге жұмыс істеу. Егер осы видеодағы кеңестердің біреуін ақ бүгін бастасаңыз, 30 күнде нәтиже көретін боласыз.
Егер арықтау туралы бөлек серия керек болатын болса, комментарийға жазыңыздар, және де видеоға лайк қойып каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Дана мен денсаулыққа каналы және Дана Асқарқызы. Келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.